Шестой поединок ивента пройдет в легком весе. В синий угол клетки приглашается спортсмен из Таджикистана. Встречайте, Валиджон Раджаба, Азатбек Саидов. И следующим клетку направляется боец из Узбекистана Азатбек Саидов, 23 года. Азатбек роста бойца 108 сантиметров, непобежденный профессионал Азатбек Саидов. Причем все победы Азатбека досрочные. Самая длинная дистанция, до которой доходил поединок Азатбека, это второй раунд. И даже в начале второго раунда смотрит своего оппонента досрочно. Дебютный поединок в Лиге Октагон, кстати, прошел на 54-м ивенте, где он смог одолеть своего оппонента досрочно. После этого идет на серии из 3 побед подряд именно в Лиге Октагон. А вот дебютный поединок состоялся в 2022 году, где он дальше одолел своего оппонента досрочно. Азатбек Саидов многими рассматривается как потенциальный претендент на пояс чемпиона. И, возможно, Азатбек это не тот боец, который станет следующим контендером. Переходим к представлению пары бойцов. В синем углу клетки боец из Таджикистана. Ему 28 лет. Рост его 182 сантиметра. В его активе 5 побед при 2 поражениях. Его вес 72 килограмма ровно. Боец вышел на бой с желтой карточкой. Из Таджикистана Валиджон Раджаба. Его соперник — красный угол клетки. Боец из Узбекистана. Ему 23 года и рост его 180 сантиметров. В его активе 5 побед без поражений. Его вес 73 килограмма. Он 6-й номер легкого дивизиона. Из Узбекистана поприветствуйте Азатбек Саидов. Рефери в октагоне Телек Папанов. Бойцы на середину. Поприветствовали, вы профессионалы, правила знаете. Кидовку не трогаем, всех не трогаем. Моей команды выполняется быстро и четко. После команды стоп все действия прекращаются. План, защищайтесь. Осы уақытқа дейін лайықты қарсылас көрмеген Азатбек Саидов Бірінші раунд. Валиджон Раджабовқа қарсы өзін қалай сезінеді екен. Өте қызықты жекпе-жек күтіп тұр бізді. Оған дейін жекпе-жектердің барлығын мерзімінен бұрын аяқтаған Азатбек Саидов. Валиджон Раджабов тиісті салмақ дәрежесін таразда көрсете алмаған спортшы. Сондықтан ары қағаз беріледі бұл спортшыға. Егер төрешілердің шешіміне дейін жетіп жатса, дәл осы сары карточка есепке алынатын болады әрине. Кет, алғашқы раунд. Раджабов сәл денелі көрінеді қарсыласынан. Саидов әрине ең алдымен аяқта тұрып соққы алмасуға ден қояды. Күреске қатты ден қояды спортшымыз. Бірден салып келді. Разворота Азатбека. Нацелен, кажется, на яркий финиш. Азатбек Саидов готов сделать, кажется, сильное заявление на титульные амбиции. Азатбек,
Раджабов, кажется, не план на это. Емін еркін қимылдайды әрине. Алаңның ішінде. Саидов. Хайкик прикормил с лоу-киками. Раджабов. Күреске ден қоятын түрі бар. Күресіне қарағанда, тамаша. Лоу-киктердің әсерін қазірдің өзінде де байқадым. Бірнеше соққымен ақ қазір райынан қайтарып тастады қарсыласын. Контролирует дистанцию за счет своих киков. Иә. Садик Саидов. Особенно стойки левши. Тамаша. Панч. Бэкфист. Дәл, мүлт кетті. Бұл соққа. Тамаша, кезек соққа алмасу. Раджабовта. Соққы жеткізіп үлгерді. Успешная атака от Валиджона Раджабова. Қайта-қайта тұрсын алыпты. Сол аяқты бірді оң аяқталға шығарады. Или рисковал. Раджабов побежал на свой оппонент. Өте қауіпті бұл жерде қараңыздар, а? И попытка тейкдауна от Валиджона. Докер кикке жақын қалды, бұл жерде. Ал көрейік. Саидовтың күрес шеберлігін бұрын соңды біз көру мүмкіншілігіне ие болған жоқпыз. Тамаша, қорғаншы қалды. Әле қысым көрсетуді тоқтатарымыз қараңыздар. Тамаша, Нажимает сетки октагона своего оппонента. Шынтақ. Қашып кетудан басқа амал таппады. Он навесит или подскользнулся. То ли вследствие удара. Оказался на канвасе октагона. Раджава. Әрине көрсетілсен қолданады. Өтеп бере алады. Раджабов Его пахнет финишем. Тамаша, бар соққы. Вернулся в стойку. Валиджон. Торды қолданып тәптәуір қорғанып отыр. Саидов. Бірақ сезінеді екен өзін. Дегенде тордың арқасында қорғанған кезде. Өз әдіс жасауға талпынбайды, байқасаңыздар, тек қана қорғаныс. Бар тейкдаун. Ұзаққа созылмады бірақ. Тамаша. Уысынан шығармады, қараңыздар. Раджабов. Дәл осындай клинчтегі арпалыстан кейін өзін қалай сезінеді екен. Раджабов та Саидов. Валиджону невыгодно, конечно же, оказывается в стойке. Разменился ударами по задбекам, поэтому правильное решение это перевести бой в партер. Торға тіреп құлата алмағаннан кейін тордан тартып алып жатыр. Байқасаңыздар, Раджабов қазір. Дәл осындай әдіске дем қойып отыр. 1 минуттай уақыты бар әлі. Тағы да. Тордан тартып алып құлатуға тырысады әрине. Валиджон Раджабов. Тамаша. Шығармайды осынан әрине Саидов. Соңғы секундтарда қарқынды бір көтереді. Отлично. Ашық ұрысқа кірісті қараңыздар. Раджабов та бас тартып жатқан. Тамаша. Соңғы секундтарда қазір тейкдаун жасап кетпекші. Раджабов. Ақ көп күш салып қойғандай. Раунд аяқталды. дарди пой, миён, мушак ва ревматизм шуморо нороҳат мекунад. Naya Tox
шуморо аз дарди мушак, устухон ва миён озод мекунад. Ная Токс дарди шуморо давост. Внимание, второй раунд. Екінші раунд. Алғашқы раунд сөзсіз Саидовтың еншісінде кетті. Алған бағытынан қайтпайды. Саидов қарсыласын әбден зерттеп алған. Надо восстановиться. Продолжает креативно атаковать своего оппонента Асадбек. В прыжке было летящее колено. Бапкерлер де айтып отыр. Күреске кіріп кетудің сәтін күтіп отыр дейді. Байки! Подрязка с этим ударом. Асадбек своего оппонента. Көп киген соққа. Валиджон. Тамаша, және Кто-то играл, но есть перевод. Удастся ли сконтрить? Удержать своего оппонента. қорға өзі барды, қараңыздар. Саидов. Алаңның ортасында, жап-жақсы қуатқан еді, бірақ міне тағы да қорға келіп керемді. Тамаша. Тейкдаун бар. Контроль тоқтай. Ал. Надо улучшать свою позицию. Самый главный вопрос. Раджабовтың бұл мүмкіншілігі әрине. Қарсыластарымыз болады, бұл жерден шығармау керек. Бэкмаунт алады. Асыққандай, бэкмаунт аламын деп қазір. Торопился в этой позиции слишком высоко. Өзі түсінді. Дер кезінде қателігін жеталды. Тағы да. Ол әдісті қайталамақшы. Қарсыласты бұрап алды. Қалқасынан құлату. Аяқтан шалып. Раджабовтың көздегені. Аяқты олады, ал көрейік. Тамаша. Уже очередь Асадбека. Толықтай позиция ала алмады. Бұл жерде әзірше. Әлкім аяққа тұрып кеткенде жөн шығар. Бапкерлері күнімше ары қарай күресе беруге рұқсатын беріп отыр. Қараңыздар қазір. Со второго этажа. Бросает своего оппонента. Валиджон. Бұрын соңды Асадбек Саидовпен жекпе-жектерінде бұлар қиналған емес. Угроза РНС. Әзірше тек қана қауіп бар, айтарлықтай. Енді әлі алған жоқ. Это уже звоночек для Асадбека. До этого он в такой позиции еще не бывал. Бұл рас. Қарсыластың қателігін күтті. Бапкерлерді айтып отыр, қазір бір кезде қолдан тұрып кету. Күрестен аулақ болу барынша. Тамаша. Қателес. Асадбек просто подхватом. Тамаша. Қол жерге тиген кезде, бастан соққы салып жеткіземеді. Үш нүкте болды ғой. Қазір
ko'ramiz. Давайте взглянем на повтор. Да, рука находилась на канвасе, на мой взгляд. Енді анау айтқандай бір ауыр соққы емес, сондай үзіліс беретіндей. Бұл қазір Асадбек Саидов үшін жақсы мүмкіншілік. Өзі кінәлі. Валиджон Раджабов қолда тұрған мүмкіншілік, басымдылық. Наказание могут лишить позиции. Я. Валиджона Раджабова вернуть бой в стойку в центр октагона. Успевает тут Асадбек еще ответить секундантам Валиджона, которые говорят о том, что Асадбек устал. Давай, разворачивайся. Алгет, Давайте поддержим бойцов. жалғастырамыз. Позициясынан айылып қалды. Валиджон. Здесь уже в ход вступают миндальные войны, скажем так. Колено здесь пропустил Асадбек и... Өзі күрескен нес. Бұл қалай болған? Не тағы да? Өзі клинч беріп қойды. Екі қолмен орап алды. Бұл қалай болған? Саидовтың өзі күреске кірді ғой. Возможно, решил, что все закончится в первом раунде. О, Валиджон оказался крепким парнем. Крепким соперником. «30 секунд до окончания второго раунда». Тағы да сол аяқтан орап алып жамбасқа салмақшы болды. Енді бұрынғыдай тың күйде емес қой. Саидов қазір тейкдаун жасайтын. Бұл раундта Валиджонда кеткендей. Раундтың соңына дейін торға тіреп ұстап тұрса да жеткілікті бұл жерде. Ал, болмады. Осы секундтарда уақыт жетпек тейкдаун жасауға. Секунданты, покиньте пределы октагона. Внимание, третий решающий раунд. Давайте поддержим бойцов. Соңғы әрі шешуші раунд. Әр карточкасы бар екенін ұмытпаңыздар. Валиджон Раджабовтың. Сондықтан бұндай тартыс жекпе-жектерде әр карточканың рөлі маңыздылығы одан бетер арта түседі. Қателес, бұл тұста дергезді қолданды Раджабов. Правильный тайминг выбрал Раджабов для перевода в партер. Пока что полноценного партера все еще нет. Екі дзені қосты, қараңыздар, қазір тартып алады партерге. Тұрғызуға болмайды, әрине Раджабов түсініп отыр, қазір кем дегенде осылай торға тіреп ұстап тұрса ол да жеткілікті деп отырған болуы керек. Аяққа тұрғандай.
жан басқа салудың сәтін күтеді әрине. Дыши и бей, Асад, дыши и бей. Здесь ничего у него не идет. Работай. Работай. Асадбек Саидов. Назад, ходи. И потом разверни в другую сторону. Вот так. До конца. До конца. Отходишь ногой от сетки прям. Жестко. Бить. Асад, накидывай. Тағы да белден алып. Накидывай. Бір қайталап көрді, бірақ бұл жолы Асадбектің өзі де дайын. Накидывай удар. Накидывай. Әр раунд сайын бізде байқасаңыздар, қарқын бәсеңдей бастады. Бұл ең алдымен Валиджон Раджабовтың еңбегі шығар. Валиджону необходимо выигрывать этот раунд в доминирующей манере. Не забывайте про желтую карточку. Это уже автоматически минус 1 балл. В случае равного поединка по окончанию боя до судейского решения не удивляйтесь, что кто-то из бойцов, по вашим ожиданиям, в этом поединке не одержит победу. Бой начинается еще задолго до первого раунда, да, если Иә, он стартует с весогонки, взвешивания. А потом уже... О, справа здесь неплохо прилетело. Валиджон. 2,5 минут бойы қарсыласта қорғануға мәжбүрлеп отыр Раджабов. Оны әрине төрешілер ескереді. Алған 2,5 минут. Әлі салған бетінен қайтпау керек. Накидывай удары, говорю. Нет у него там ничего. Накидывай. Әбден шаршады Раджабов, тейкдаун жасауға да мұршасы қалмаған. Но здесь стоит отметить, что и для Асадбека это отличная проверка перед титульным поединком, если все-таки такие амбиции у него присутствуют. Ну и понятное дело, что Валиджон особо не активен у сетки, поэтому и Бекмамбетов... О, басталды қараңдар, жасырмай тіпті. Қателес. Тұрып қалды бір орында және жағдай қиын. Как раз таки то, как и должен работать. Асадбек почувствовал, что Әрең тұр, силы на исходе у Раджабова. Ну, здесь зачем нужен был этот бэкфист? Дистанции можно было расстреливать своего оппонента. Маша, жалғастыра берді. Саидов. Төтеп бере алады. Клинч, колени и... Не үшін? Ну, это было лишь. Я, конечно, не тренер, не секундант Асадбека Саидова. А с другой стороны, возможно, и сил не осталось, понимаешь? Иә. Ол да бар. Қалған уақыт, иә, қазір. Қарсыласты астында ұстаса да жеткілікті. Бір минут бойы, иә, қазір. Осы позицияны сақтап қалды. Пенде отыр бапкерлері де. Саидовке. Иә, шынымен де. Саидов үшін мансабындағы ең қиын жекпе-жек деуге болады. Әлі қазір 5-0 бұл жігіттің көрсеткіші. Причем самый сложный поединок представил дебютант лиги. Это Валиджона Раджабова. Даже не боец из рейтинга. Еще Асад, он уже сдается, еще надо. Сын көрсетуді жалғастыра берді. Міне қарсыласын сынуға жақын қалды дегендей. 20 секунд, зарись, пожалуйста. Зарись. Отличный поединок для Асадбека. Я все еще уверен, что это отличная проверка и тест для будущего контендера. Маша. Жекпе-жек аяқталды. Құрметтермен дәл қазір төрешілердің шешімін күтеміз. Ждем официального судейского решения, но что-то мне подсказывает, что можно уже заочно поздравлять Бека Саидова. Не забывайте про желтую карточку, не забывайте про концовку третьего раунда и про очень яркое начало поединка в первом раунде. Раунд бойынша да 2-1 деп есептеуге болатын шығар. Думаю, да, с этим сложно не согласиться. Сары карточканың көмегінсізде Асадбек Саидов бұл жекпе-жекте жеңіске жетуі керек. Иә, бапкерде өзіне сенім ол. Бізде енді тек қана ресми шешімді тыңдау ғана қалды.
Астана, давайте поблагодарим бойцов, они показали красивый бой. По итогам 3 раундов и единогласным решением судей победу одержал Асатбек Саидов.